Патология қоғамда қабылданған мәдени нормалардан айтарлықтай ерекшеленетін адамның мінез-құлық бейімділігімен сипатталады. Психикалық ауытқулар бар науқастарда әлеуметтік ыдырау және басқа адамдармен ауыр ыңғайсыздық белгілері байқалады. Ал психикалық ауытқулар адам ағзасындағы физиологиялық өзгерістермен байланысты. Тұлғаның психикалық бұзылыстары әртүрлі себептермен туындайды. Генетикалық бейімділікпен туылу жарақатынан бастап, өмірлік жағдайлардан зорлық-зомбылыққа дейін. Көбінесе ауру атаның баланың қараусыз қалдыруы, интимдік табиғатты теріс пайдалану, немесе маскүнемдердің отбасында тұратын баланың фонда пайда болады. Ғылыми зерттеулер әйелдерге қарағанда ерлердің патологияға жақын екенін көрсетеді. Ауруды қоздыратын қауіп факторлары: суицидтік тенденциялар, алкоголь немесе есірткіге тәуелділік, депрессиялық күйлер, обсессивті-компульсивті бұзылыс және шизофрения. Тәжірибе көрсеткендей, жеке тұлғаның бұзылуының ерекше белгілері жасөспірім кезінде пайда болады, және де дәл диагнозды сол кезеңде жасауға болады. Сол сәттен бастап жасөспірім тиісті психологиялық көмектерге жүгінетін болса, аурудың алдын алуға әбден болады.